Партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Қыдырғалиұлы Атырау өңіріне келіп, жұртшылықпен кездесіп, үлкен бүгінгі мәселелерді ортаға салып, еліміздің дамуындағы жаңа сапалы бетбұрысқа тоқталып, қайта жаңғырудағы үлкен өзгерістерді жеті серпінді жеткізіп түсіндірді. Бұл біздер үшін өте маңызды, өйткені болашағымызға сенімді ұрпақтар өсіп келе жатыр. Біз оларға жеткізуіміз керек. Әсіресе мынау ардагерлермен, зиялы қауыммен, интеллигенциямен кездесу өтті. Соған өзім де қатынастым. Нұр Отан партиясы Атырау облыстық филиалының білім бағыты бойынша комиссияның мүшесі ретінде өзіміздің ортамыздағы проблемалар мен бүгінгі бақылауда тұрған мәселелерді көтере отырып, болашаққа нық сенімі бар жастардың бар екенін, және бүгінгі таңда партияның қатарын таза, болашақты сезіне білетін, жаңалықты сезіне білетін және жауапкершілігі жоғары азаматтарды шоғырландыру қажеттігін атап өттім. Сондай-ақ елдегі, өңірдегі проблемаларды көтердім. Бауыржан Қыдырғалиұлы осы мәселелерге ризашылығын білдіре отырып, жастардың тәрбиесіне әсіресе мән беру керек екенін атап өтті. Біз болашақта өзімнің ұжым бірлік бастауыш партия ұйымы Халел Досмұхамедов атындағы университеттің 757 зиялы қауымы, профессор оқытушылары мен студент жастары алдағы жұмыстарға елдің дамуына барлық үлестерін қосатынына сенім білдірдім. Рахмет.